Ассалаумағалейкум достар, менің есімім Мейірғали Дүйсен. Бұл менің YouTube каналым. Осы әңгімені соңына дейін тыңдап, лайктарыңызды басып, пікірлеріңізді жазып, мені қолдай отырыңыздар. Өзін өзі жазалаған ана. Әйел сабырының сыналатын жері бұл бала тәрбиесі. Бала нәрестелік шағында көп жылап, көп мазасызданады. Міне осы сәттердегі ана жанының төзімділігін сөз етіп, жеткізу мүмкін емес. Бұл түндерді ұйқысыз, таңды көзбен атырса да, біреуге налып, біреуден көмек сұрамайды. Мұның бәрін өзінің мойнындағы аналық борышы деп біледі. Алла тағала өзі жаратқан жаратылысының ішіндегі еркек затына басқару, билік ету, ажырасу құқығын берумен қатар, әйел баласын бағу, олардың қарнын тойғызып, киімін бүтіндеу сияқты қамқорлық міндеттерінде жүктеді. Бірақ та еркектер осы міндеттерін өтемеуінің кесірінен әйелдерде өзі істерін міндетсініп, бала тәрбиесінде осалдық танытып жатады. Мұны бостан-босқа айтып отырғаным жоқ. Кезекті әңгімем осындай кейіпкерлер жайлы болмақ. Қазақта әйел 40 шырақты дейді. Өйткені әйел бір қолымен бесік тербетсе, бір қолымен әлемді тербетеді. Ол сан түрлі сынға сабырмен шыдап, төзіммен төзе біледі. Десек те, пенде болып жаратылған соң, кейде төзім теңізінің таусылып, сабыр бұлағының сарқылатын сәттері де болады. Егер әйел ерінен қиындық көрсе, бірақ оған сабырлық танытып, ошағын сақтап қалуға тырысса, онда ол әйелге Алланың құзырында үлкен сый, сансыз сауаптар жазылады. Алайда айзада ол дүниеде емес, жер бетінде бақытты сезініп, күйеуінің махаббатына бөленіп жүргісі келеді. Сабырлық танытса, Алла тағала оған қандай сый құрмет дайындап қоятынынан бейхабар еді. Айзаданың күйеуі Ерқасым үйінің ерке тотай кенже баласы. Жалқаулыққа жаны жақын, отбасы тірегі бола білмейтін, ал бауыр еті балаларына әкелік парызын өтемейтін еркек, отбасына тек кері әсерін тигізер анық. Не үйдің, не түздің жұмысын арқалағысы келмей, әке-шешесіне масыл болып жүрген біреу. Әу баста Ерқасым мен Айзада көп уақыт таныс болып жүрмеді. Екі жақ туысқандарының араласуымен 3 айға жуық уақыт сөйлесіп жүрді де үйленді. Ерқасым жеке кәсібі бар туысқан ағасының қолында жұмыс істейтін. Шаңырақ құрғаннан кейін ғана Айзада оны жақын тани бастаған. Ашығын айтсақ, өте жалқау адам болып шыққан күйеуіне көңілі тола қоймады. Қолы қимылдаса, аузы қоса қимылдайтын ер адам кімге ұнасын? Ұйқыны өте қатты жақсы көреді. Аптасына 3 күн жұмысқа барады. Жұмысқа шығу тәртібі сондай еді. Қалған күндері ұйықтайды, тамақ ішеді және теледидар көреді. Егер аптасына 5 күн бойы жұмысқа шығам десе, ағасы жоқ демейтін еді. Оны бастықтары ұната бермейтін. Өйткені жалқау. Тек үлкен бастығы жақын ағасы болған соң аман алып қалып жүрді. Қанша туысқаны болса да, жұмыстың аты жұмыс. Күніне 4-5 сағат жұмыс істеп, үйіне қашатын қызметкер кімге керек? Алғашында бірнеше рет ескерту жасады. Ағасы, ел қатарлы еңбек етсең, жұмыс орныңда қаласың. Ал жүрдім бардым әрекетіңді жалғастырсаң, сенің орныңа адам кезекте тұр. Маған жан тәнмен беріліп жұмыс істеп, ісімді алға бастыратын адам керек деп кесіп айтты. Оның қылықтарына ата-анасының көңілі үшін төзіп жүрген кәсіпкер ағасы бұл жолы жалқау жұмысшыны қаламайтынын жеткізді. Ерқасым шектен шығып еркелеп кеткен еді. Туысым ғой, қалай жүрсем соған көнеді, осылай айлық төлей береді деп ойласа керек. Әдетте бастығынан ескерту алған адам намысқа тырысып, қателігін қайталамауға әрекеттенеді ғой. Біздің жігіттің әрекеті керісінше болды. Кішкентай бала сияқты ренжіп, тіпті қырсығуды шығарды. Маған мінез көрсетсе, жұмысынан кетіп қалам ғой, сонда не істейді деп, болмағыр адамның сөзін айтып жүрді. Айзада бұл әрекетінің теріс екенін айтсам айғайлайды. Ешқашан мінін мойындамайды.
Осылайша ағасына қырсығып жұмысқа бармай жүргенде оны жұмыстан шығарып жіберді. Орнына бірден адам табылған. Содан кейін Ерқасым 4 айға жуық уақыт жұмыссыз жатты. Әкесі Әбілқасым бірнеше жерге сөйлесіп, жұмысқа орналастырмақшы болды. Бірақ ол шамасына қарамай жұмыс таңдап, өзімшелдікке бой алдырып жатып алды. Болмаған соң әке-шешесі несие рәсімдеп, өз зейнетақысынан төлемек болып, автокөлік алып беруді жөн санады. Тым болмаса таксилетіп, күнделікті ішіп жемнің қаржысын тауып тұрса да қуанармыз деп ойлады. Көлік әпергені сол жалқау адамды үйден таппайтын болды. Қайдан шыққаны белгісіз, өзі сияқты бірнеше дос тауып алыпты. Солармен қыдырып жүріп, уақыт өткізетін болды. Ашуға булыққан Әбілқасым машинасын алды да қайта сатып жіберді. Сөйтіп кредитін жауып салды. Өйткені зейнетақысы машинаның несиесін өтеуден артылмай, немерелері аш қалып бара жатқан еді. Көлігін алып қойған соң Ерқасым қырсығып, тіптен жұмыс іздемей үйде жатып алды. Жер алып бөлек үйлі жайлы болғандарына көпте уақыт болған жоқ. 7 бөлмелі үйдің тек қана ас бөлмесі мен жатын бөлмесін ғана бітіріп шығарып жіберген. Ерқасым мен Айзаданың тұңғыш перзенті Нұрәли 2 жасқа толып, оңды-солды түсіне бастаған сәтте ата-әжесі өз қолдарына алмақ болды. Келінжан шырағым, баланы тусаң да мінезін туа алмайсың дейді ғой. Мына балам бізді әбден сорлаттау. Біз саған ризамыз. Саған бір өтінішіміз бар. Ой апа, мұныңыз не? Өтінбей қайта беріңіз. Сен оқыған, тоқыған, қолыңда дипломы бар, көз ашық адамсың. Нұрәлиге біз бас көз болайық. Атаң екеуміз аздап ақша жинап қойып едік. Сол ақшаға сені мектепке жұмысқа орналастырсақ, қалай қарайсың? Ал Нұрәлиге кім қарайды? Біз бар емеспіз бе? Балалар өскенше жұмыс деп үйлеріңді бітіріп алсаңдар деп едік. Ана баладан үмітімізді үздік. Одан еш қайыр жоқ. Уайымдама, біз де ақшалай көмектесіп тұрамыз. Апа, ұлыңыз бұған көне ме екен? Содан сұрап көрейін. Ол саған бірдеңе десе, мен оның сазайын берем. Әке деген атымнан садаға кетсін ол бала. Қойыңыз әке, олай демеңіз. Шалау, ашуыңды бас. Жас кезімізде мен саған ескертпей дүкенге шықсам, ашуланып қалушы едің ғой. Ал бұл келін жұмысқа орналасқалы жатыр. Бір күндік жұмыс емес, екеуі ақылдасып көрсін, сосын бір шешімін айтар. Жарайды апа, мен Нұрәлиді алып кетейін. Балаңыздан сұрап, сіздерге бір шешімін айтармын. Жол бойы бірде қуанып, бірде мұңайып, ой үстінде үйіне жеткенін байқамайды қалды. Жалқау күйеуі қарнын тойғызып, теледидарды қосып жатыр екен. Не алып келдің? Не алып келуің керек? Мама маған ештеңе беріп жібермеді ме? Ет анау мынау дегендей. Сен қашан ақылға келесің? Өзіңмен қоса мені де жұрттың бәріне жексұрын етіп біттің ғой. Абысын жақтырмай қарсы алды. Оған не болыпты? Мама берсе, бөтен емес. Мына маған өз ұлына беріп жатыр ғой. Оның үстіне ағамның тапқаны емес, өздерінің зейнетақысына келген дүниелер емес пе? Ұялсаң етті, әке-шешең зейнетақысына асырайтындай сен не, жас баласың ба? Шырағым, сен өзіңде әке болдың, тым құрысына мына баланы ойласаң қайтеді. Әр барған сайын атам мен апама сенен ажырасып кеткім келетінін айтқым келеді. Бірақ олардың көздеріндегі үміт отын, маған артқан сенімдерін көріп айтуға дәтім жетпейді. Одан да сенен кетсем, мені кім алады екен деп қорқам десеш, ажырасам дейді ғой. Ақымақ екенсің. Саған менен басқа ешкім төзе алмайтынын білетін әкең мен шешең, қарындастарың маған үнемі сый құрмет көрсетіп жүрген жоқ па? Ой, қойшы болды. Одан да мамашка не үшін шақыртыпты? Соны айтшы. Сен жұмыс істемеген соң, мені жұмысқа орналастырмақшы. Ал сен не дедің? Сенен сұрайын дедім. Сен еркек, мен қатын болады екен ғой. Еркек болып не бітіріп жүрсің? Қатын, аузыңа ие бол. Әне, тағы бастадың. Шындықты айтсам, сүйегің сырқырап кетеді.
Күйеуінің ит кесір мінезінен хабардар Айзада онымен сөз таластырғысы келмеді. Атай енесінің ұсынысына не деп жауап берерін білмей құрбысына қоңырау шалды. Алло, сәлем, Нұрай, қалайсың? Жақсы, өзің қалайсың? Шүкір, аман есен. Сенен бірдеңе сұрамақшы едім. Я, айта бер. Ата-енем мені мектепке жұмысқа орналастырмақшы. Соған бір шешімге келер алар емеспін. Не істесем болады? Сорлай, не азап саған? Мектепте жұмыс істеп, одан келе үйдің шаруасын істеп қайтесің? Енді үйді бітіру керек. Ана байың істесін, түк бітірмей солай жата бере ма? Еркек болған соң сені, балаларыңды асырау соның міндеті ғой. Ол одан бетер есіріп кетеді ғой. Иә, сөзіңнің жаны бар. Үйленіп, үй-жай болған соң, отбасын қамтамасыз ету соның парызы ғой. Істеп тапсын сол. Иә, сол ғой. Енең де ақымақ екен. Баласын жұмысқа орналастырудың орнына сені жұмысқа салмақшы ма? Өзі тек 6 баласына қарап өмір бойы үйде отырып келеді емес пе? Оңай болса, өзі неге жұмыс істемепті? Соны айтам ғой. Жарайды, рахмет жаным. Айзада құрбысының сөздеріне құлақ асып, енесінің ұсынысынан бас тартты. Апа, білесіз ғой, балаңыз мені көшеге жіберіп қойып тыныш жатпайды. Тиісіп, миымды қағып алады. Ертеңгі күні жұмыстан шығып кетсем, берген ақшаңыз босқа күйіп кетеді. Одан да сол ақшаға Ерқасымды жұмысқа орналастырыңыздар. Сіздерге әлі кішкентай бала болса да, ол да бұл олдың әкесі емес пе? Асырау соның міндеті. Болды, келін, жетер. Не айтқың келгенін түсіндім. Енесі өкпелеп қапа болып келінін шығарып салды. Айзада сол күйі жұмысқа орналаспай, еркек үйдің асыраушысы, бала шағаның жоғын жеткізуге, қарнын тойғызуға, ақша табуға міндетті. Үйді тұрғызатында сол еркек деген жанса оймен ата-енесінің зейнет ақысына күндерін көріп келеді. Ерқасымнан да еш қайыр жоқ. Балалы әке болғанына қарамай, өзі сол күйі бала қалпында қалып қойғандай. Әке шешесіне масыл болып келеді. Солай жүріп Айзада екінші перзентіне аяқ ауырлап, қыз баланы дүниеге алып келді. Бір жыл бойы қызы Айсезімнің жәрдемақысына күн көріп, ақшадан қысылған жоқ. Бір жыл өтіп, жәрдемақы тоқтаған соң, баяғы жұмыс мәселесі қайта көтеріліп, дау туындай бастады. Ерқасым, мына қызың аш қалды ғой, тым құрса балалар үшін бір жұмыс істеп әрекет етсеңші. Әлинұрдың ата-әжесіне жібер, олар немерелерін құр қол қайтара қоймас. Баланы пайдалануға ұялмайсың ба? Сенде аз да болса мейірім бар ма өзі? Ал өзіңде бар ма? Әкем мен анам, сені жұмысқа орналастырамыз, балаларға қараймыз деп жатыр емес пе? Балаларыңа жаның ашса, өзің неге жұмысқа орналаспайсың? Бұл үйдің еркегі мен бе, сен бе? Сен тұрғанда мен неге жұмыс істеуім керек? Әке, мама, тағы бастадыңыздар ма? Менің қарным ашты. Әлинұр 3 жасқа толып, ақыл есі жетіліп қалған болатын. Әке шешесінің ұрыс керісі баланың жүйкесін жұқартып, әбден мез етті. Ата-әжесіне барса, сол жақтан келмей үйіне жолақсы келмейтін. Айзада жылатып әрең алып келеді. Баласының жалқау, жатып шер болғанына енесін кінәлі санап, енесіне мінез көрсететін әдет шығарды. Келін, қой жүре берсін, баланың қарны аш, әбден жүдеп, құр сүйегі қалыпты. Сүйегі ғана қалмағанда қайтсын. Мына маған қарасаңызшы, өзім таңнан кешке дейін аш жүрем. Одан қалса, Айсезімді емізем, әбден шаршадым. Олыңызбен күресуге шамам қалмады. Тыңдамасақ айтайын, оны жөнге сала алсақ қой. Өзің көріп жүрсің, ұрып соғып айттық. Жалынып та көрдің емес пе? Тым құрса, сен жұмыс істесең болар еді десек, сен де қырсығып отырсың. Екі ортада мына балалар аштан өлетін болды ғой. Балаң солай жата берсе, бәріміз де аштан өлеміз. Мен не роботпын ба? Бала туам, үйдің шаруасын жасайм. Енді жетпегені жұмыс істеп ақша табуым керек пе? Бала шағамның қылығына қанбай, өзім өсірмесем, неменеге тудым сонда? Енесінің қолында тұратын Айзаданың үлкен абысыны үнсіз тұра алмай, екеуінің жанжалына араласты. Айзада, сен апама қалай сөйлеп тұрсың? Бейнетінің зейнетін көріп,
зейнетақысына қыдырып, демалып жүрер шағында бар зейнетақысын сендердің ауыздарыңа тығып отырған жоқ па? Соны біле тұра, сен не айтып тұрсың? Баланы сен ғана ма туып жатқан? Тудың ба, асырауға міндеттісің. Абысын, одан да ашығын айта салыңыз. Апам мен атамның зейнетақысынан бізге дым тимей жатыр деп. Оларды біз асырап отырмыз деп. Бер қара қатын, әбден ашуыма тиіп біттің. Апам мен атамды сыйлап үндемей келдім. Енді саған шыдай алмайым. Атам мен апамды асырау, күтіп баптау менің парызым. Ақша үшін емес, ақ батасы үшін, разылық үшін, тіпті табанын жалауға дайынмын. Мынаны есіңнен шығарма. Сен де, мен де ұл өсіріп отырмыз. Ертең бізде ене боламыз. Осы ісіңнің бәрі өз басыңа қайтып келеді. Сол кезде бармағыңды тістеп өкініп қалма. Кәне, жоғал үйімнен, кет дейім. Айзада ұлы мен қызын сүйрелеп, үйіне қарай жол тартты. Ашудан жарылуға шақ тұр. Үйіне жеткен бойда күйеуімен тағы да жанжалдасты. Мына балалар саған керек па, жоқ па? Бар, тұрсаңшы, әрекет етсеңші. Мен енді ана үйге қадам баспайым. Ана қақпас жеңге мені үйден қуып шықты. Балаларды да жібермеймін. Қазір барып, жұмыс істемесең ажырасам. Тағы бастадың ба? Ерқасым басы салбырап үйден шығып кетті. Қарындар аш Әлинұр мен Айсезім бір бұрышта жылап отырды. Қарны қатты ашқан Айсезім тоқтамай шыңғыра берді. Ұрыс керістен басы ауырып, жүйкесі сыр бере бастаған Айзада балаларын жұбатудың орнына оларды жазалауға бел буды. Бітпеген, іргетасы ғана қаланған едені жоқ, жер көрініп тұрған қонақ бөлмесіне екі перзентін тастап жіберді. Ол жер сай, құрт құмырсқа, тарақан, кесіртке секілді жәндіктер толып жүреді. Ашудан көзі байланып, құлағы бітеліп қалған жасана екі перзентінің жан айғайына құлақ аспады. Тіпті елемеді де. Жәндіктерден қорыққан қос бүлдіршін бар дауыстарымен еңіреп жылап жатты. Ал аналары болса өзімен өзі ұрсып жүр. Сол кездегі балалардың жан күйзелісін тіпті көз алдыма елестеткеннің өзінде тұла бойым шымырлап көзімнен жас атқылай кетті. Бір сәтте Әлинұр жан даусы шығып шырылдап жылады. Сезім, тұр, ол жерге жатуға болмайды. Бүжайлар жеп қояды, тұрсаңшы орныңнан. Анашым, көмектесші, Сезім құлап қалды. Орнынан тұрмай жатыр, ол әлі кішкентай ғой. Мені жазаласаң жазала, бірақ Сезімді шығаршы. Енді тамақ сұрамаймын, ант етейін, қарным ашты демеймін. Осылай деп, анасына әбден жалындау байғұс бала. Ашуға булыққан жасана бұл зарлы үннен соң ақылға келді. Жүгіре барып, бітпеген қонақ бөлмеге секіріп түсті. Қыздың жатқан түрін көріп, есінен танып бала жаздады. Айсезім сесіріп, көк бөмбек болып қатып қалған. Көзінің қарашығы жоғары кетіп жатыр. Аузы көпіріп кеткен. Ешбір қимыл жоқ. Әлинұр болса қорыққаннан қалтырап жылап тұр. Қызын көтере дереу ас бөлмеге алып барды. Айғайлап көмекке шақырды. Көрші әйел жүгіріп жетіп келді. Айсезімнің тілін жұтып бара жатқанын айтты. Тілін ұстайын десе, тісі тісіне тиіп, жағы сіресіп қатып қалған. Айзада, бұлай болмайды. Тілі кетіп барады. Бұлай болса өліп кетеді. Мен жағын сындыруға мәжбүрмін. Ойбай, мейлі, қызым аман қалса болды. Көрші әйел кішкентай бүлдіршіннің жағын қатты ашып, тілін тартып ұстап қалды. Айзада, тез су алып кел. Жарайды қазір. Айзада су алып келіп, қызының бетіне су сеуіп жіберді. Бір сәтте қыз байғұс қатты сілкіне бастады. Сенің есің дұрыс па? Бұлай су себуге болмайды. Жүрегі жарылып кетуі мүмкін. Жай ғана бетін сулау керек еді ғой. Тез-тез жедел жәрдем шақыр. Жүрек соғысы азайып бара жатыр. Аяқ қолы мұздап барады. Айзада қалтырап жүріп, әрең қоңырау шалды. Жедел жәрдем тез-ақ келіп, ауруханаға алып кетті. Бұл хабарды естіген ата-енесі дереу жетіп келді. Айзада жедел жәрдеммен кеткен болатын. Әлинұрды көршісіне тастап кеткен еді. Ата-әжесі келіп, өздерінің жанына алып келді. Балам-ау, өңің бозарып кетіпті ғой. Саған не болған? Сезім қызыма не болды?
Қай жері ауырып қалды? Ол ауырған жоқ. Анам бізді өлтірмек болды. Бізді қонақ бөлмеге тастап жіберді. Ол жерде бөжектер өте көп екен. Олар сезімді жеді. Құдайым-ау, не үшін бұлай жасады? Қарнымыз ашып, жылай берген соң солай жасады. Әже, бізді оған бермеңізші. Бізге әкем де, шешем де керек емес. Бізді мұнда қалдырмаңызшы. Оңбағандар, Құдай жазасын бергірлер. Қалдырмайым, балам, қалдырмайым. Шалау, жүр кеттік. Балаға тамақ беру керек. Сендер бара беріңдер. Мен осы үйде қала тұрайын. Сенің не ойың бар? Құдайым-ау, енді сен күйдірмеші. Осы күнге дейін істемегенді істеймін. Қане сен кет. Әбілқасым үнсіз бір орнынан тапжылмай баласының келуін күтіп отырды. Қаңғыбас баласы көшедегі иттер құсап, әр үйге бас сұғып, қарнын тойғызып келген. Келген бойда әкесі жұдырықтап жағынан салып жіберді. Атаңа нәлет, күшік. Сен неткен адамсың? Бала шағыңа жаның ашымайтын қандай әкесің? Ей, біз сендерді өз аузымыздан жырып беріп өсірдік қой. Ал сен болсаң, өзіңді ғана ойлайсың. Әке, не болды? Неге ашулысыз? Сен жоқта ана қатының балаларды аштан қатырып, құрт құмырсқаға жем етпек болды. Не дейсіз? Шыдамым таусылды. Олар сезінген азапты сен де сезінуің керек. Әке, не істемекшісіз? Әбілқасым ұлын иттей теуіп, сабап, аяқ қолын байлап тастады. Аузына мата тығып, дауысы шықпайтын етті де қонақ бөлмеге аяғымен итеріп тастап жіберді. Баласы жалынышты көзбен әкесіне қарап тұрды. Әбілқасым есікті құлыптады да өз үйіне қарай кетті. 2 күн бойы ешкімді бұл үйге жолатпады. Шалау, енді оны өлтірмексің бе? Не ойың бар? Кілтті бер, шығарып алайық. Аштықтың қандай боларын сезінсін. Әке, бермесеңіз, терезені бұзып кірем. Білгеніңді істе. Ініңе жаның ашып бара жатыр ма? Олай болса, неге зейнетақымызды осы 2 немеремізге бергенімізге наразы болдың? Енді әке, інім балалары ашықса жауапкершілік сезінеме деп едім ғой. Жаны ашитын болар деп едім. Ал соңы не болды? Ай сезім әлі де еш жей алмай жан сақтау бөлімінде жатыр. Әке шешесі жалқау болса, бұл балалардың не жазығы бар? Үлкен келін сағанда өкпем қара қазандай. Біз өлмей тұрып, кіші келінді үйден қуып, бұл үйге иелік ететін кім едің сен? Әке, енің тұрғанда сенің олай сөйлеуге қақың жоқ. Сендерді де бұл үйден қуып жіберуіме болар еді. Бұл үйдің кірпішін өзім қалағанмын. Бірақ біз сендер секілді қатыгез емеспіз. Әке, бізді кешіріңіз. Біз тек олар ақылға келсе екен деп едік қой. Саған бауырға жетпе? Әрине әке, ол үшін мал дүнием садаға кетсін. Міне ал, бар да құтқар. Марат жүгіре барып, ес-түссіз жатқан інісін алып шықты. Аяқ қолын шешіп, есін жиғызбақ болды. Бірақ өзіне келе қоймады. Ерқасымды да ауруханаға жеткізді. Бірақ та оны бұл күйге жеткізген әкесі екенін айтпай жасырып қалды. Дәрі беріп, ине салып, өз-өзіне келді. Көзін ашқан бойда ұл қызының жағдайын сұрады. Аға, балаларым қалай? Олар қайда? Ант етейін, мен енді жұмыс істеймін. Оларды аш қалдырмайым. Ерқасым орнынан тұрмақ болды. Бірақ тұра алар емес. Аға, мен аяғымды қозғалта алар емеспін. Олар маған бағынар емес. Не болды маған? Не үшін бұлай болып жатыр? Білмеймін, бауырым. Қазір дәрігер шақырайын. Дәрігер тексеріп, қан жүрмей қалған соң солай болғанын, тек уақытша екенін айтып еді. Қос бауырдың көңілі орнына түскендей болды. Бірер сағаттан соң аяғы ұйып, жыбырлап, жүйкесіне тиіп жам кіре бастады. Аяққа тұрған бойда қызының жағдайын білмек болып, ол жатқан бөлмеге барды. Барса, қызы есін жиып, өзіне келгенін көріп қуанып қалды. Қызым, қызғалдағым, кешірші мені. Мен енді жақсы әке болам. Мен саған бәрін алып берем. Маған не қалайтыныңды айтсаң болды. Айтшы, не қалайсың? Ерқасым ол енді өкіріп жылап жіберді. Не болды, айтсаңшы? Неге жауап бермейсің, қызым? Ол енді сөйлей алмай қалды. Мүлдем.
Не дейсің? Сен қатын қызыма не істедің? Қызың бар екені енді есіңе түсті ме? Осы күнге дейін қайда жүрдің? Тыныштық сақтаңыздар. Бұл аурухана. Бала шошып жатыр. Қайтадан қазір судырғы береді. Айсезім қатты қорыққаннан судырғы беріп, есінен танып, миына қан кетіп қалған екен. Тілінің астындағы қан тамырлар жарылып кеткен дейді. Сөйлей алмай қалуы ықтимал. Сенің есің дұрыс па? Мұның не? Неге олай жасадың? Әкелер жатып шер, арам тамақ. Балаларын асырақсы келмейтін жалқау болғанына балаларды жазалағым келді. Осының бәрі сенің кесіріңнен. Жас әке мен ана сол жерде әбден дауласып, сөз таластырып әлек болды. Әбілқасым немересі Әлинұрды өз әке шешесіне бермей қойды. Анасынан қорқып қалғаны соншама алыстан көрсе де ат тонын ала қашатын. Сол күннен кейін Айзада өз ұлының иісін иіскеп, құшағына бір қысуға зар болды. Ұлы анасынан безіп кетті. Ата-енесінің қолындағы үлкен келінге бала болып кетті. Айсезім сөйлей алмай мұлқау болып қалды. Тіпті миына зақым келіп, ойлау қабілеті де дамымай, кішкентай сәби секілді болып қала берді. Әкелері анда-мұнда жұмыс істеп, шай пұлын тауып жүрді. Сөз соңында Айзаданың өзі жазған жан айғайын қаз қалпында жазайын. Иә, мен ана деген атқа лайық емеспін. Тіпті ол бақытты сезінуден мақұрым болып қалдым. Шын мәнінде мен балаларымды емес, өзімді жазалаған екенмін. Өйткені бәріне жауапсыз әкелерін кінәлі санап, өзім құр қол қусырып отыра бергенім үшін. Жұрттың сөзіне еріп, жұмысқа орналаспай, үйде құр қол қусырып отыра бергенім үшін. Балаларыма ата-енем қараймын десе де, олардан қызғанып, үйде аштан аш қамап қойғаным үшін мен өз-өзімді жазаладым. Өзімді ана бақытынан айырдым. Ұлым мені көрсе, алыстан қашады. Қызымның нәзік дауыспен анашым деп шақырғанын есту мен үшін арман болып қала бермек. Өкінішті әрине. Бірақ мен осы жазаға лайықпын. Басқа емес, мен өзімді өзім жазаладым деп хатын тәмамдады. Сіз қандай ой түйдіңіз?